Денсаулық пойызы Талдықорғаннан 30 шақырым қашықтықта жатқан Көксу бекетінде аялдап тұр. Таң атысымен пойыздың маңына жиналған халықтың қарасы көп. Барлығы кезекке тұрып медициналық тексерістен өтуде. Көксу бекетінің тұрғыны Бибігүл Салмақова өзіне керекті дәрігерлерге қаралып шықты. Көңіл күйі керемет. Ол денсаулық пойызы болмаса, тексерістен өтуім үшін Талдықорғанға баруыма тура келер еді дейді. Пойыздағы тәжірибелі дәрігерлер оның ауыратын жерлерін дөп басып айтып беріп, дәрі-дәрмек жазып берді. Терапевтке келдім, жүріп түсірдім, гипотокқа келдім. Жақсы, мен дәрілерін жазып берді. Басқа рахмет айтам. Өзге жұртта өз ризашылықтарын білдіріп жатыр. Денсаулық пойызы келіп тұр дегеннен кейін келдік. Бұл пойыз адамның денсаулығына өте қажет. Келгендеріңізге рахмет. Денсаулық әркімге керек. Пойыздың ішінде бәрі бар. Қысына қаралам десең де кіріп, қаралып шығып жатырмыз. Рахмет. Өте мен ризамын. Мына жерде УЗИ бар, стоматолог бар, хирург-стоматолог, окулист бар. Бізде енді осы селода бізде жоқ. Сөздің шыны керек, қала тұрғындарына кез келген медициналық көмек алу үшін алысқа барудың қажеті жоқ. Мекен жайыңызда орналасқан емханаға барыңыз да емделе беріңіз. Ал ауыл тұрғындары ше, бетін аулақ қылсын, ауыра қалса болды, көп жағдайда ауыл жұртына бәленбай қашықтықта жатқан аудан орталығына баруына тура келіп жатады. Өйткені ауылдағы амбулаторияда бір дәрігер болса, енді бірі мүлде жоқ. Науқастардың дәрігерге қаралуын кейінге қалдырып, ауруларын ушықтырып жататыны да сондықтан. Осы олқылықтың орнын толтыру үшін елбасы бастап, Қазақстан темір жолы мекемесі мен Қазақстан Республикасының төтенше жағдай министрлігі қостап, еліміздің ең шеттерінде орналасқан аудандарына барып, қарапайым жұртты тегін емдейтін арнайы мамандандырылған медициналық пойыздар жобасын шығарған болатын. Мұндағы дәрігерлердің біліктілігі облыстық деңгейдегі мамандармен бірдей. Бұл жерде қазір 22 қызметкер бар. Барлық не бойынша проводнигіміз бар, поварымыз бар, барлығы где-то 60 адам боламыз. Денсаулық, жәрдем, саламатты Қазақстан. 3 жылдан бері ауылдағы халыққа тегін медициналық көмек көрсетіп жүрген пойыздардың атауы осындай. Қазір үшеуі де жолда. Бұл 3 пойыз 3 жерде обслуживать етіп жатыр. Біз мысалы Южный регион дейді ғой. Соны обслуживать етеміз. Біздің құрамымызда, қарамағымызда 4 облыс бар. Қызылорда облысы, Шымкент облысы, Жамбыл облысы и Алматы облысы. Жәрдем ол запад обслуживать етеді. Ояқта 4-5 облыс бар. И саламатты Қазақстан деген бар северда. Олар Қарағанды, Астана, Көкшетау, Петропавл, Қостанай, Павлодар, сол Семей, Өскемен облыстарын обслуживать етеді. Медициналық пойыз барлығы 8 вагоннан тұрады. Оның 4 бірдей вагонында заманауи медициналық құрылғылар орнатылған. Науқастар медициналық тексерістен осы жерлерде өтеді. Мұнда электрокардиограф, велоэргометр, ультразерттеу, рентген құрылғы, гастрофиброскоп, лор және офтальмологиялық аппаратура, биохимиялық анализатор, халтеровтық монитор, спирограф. Бір сөзбен айтқанда керектінің бәрі бар. Жалпы жоба қолға алған 3 жыл ішінде 200 мыңдай шалғай елді мекен тұрғындары осы денсаулық пойыздарынан өткен. Жылжымалы емхана дәрігерлері 500-ге жуық кішігірім ота да жасаған. 7-8 мыңдай адам өтті қазір. Барлығы отардан бастап бері қарай. Ал егер мына жерден сайлайтын болсаңыз, қазірдің өзінде уже 2 мыңдай адам өтіп отыр. Біз қазір 4 күн ғой өтіп отырғанымыз. Денсаулық пойызының биыл жолға шыққанына көп бола қойған жоқ. Алда тағы 10 шақты бекетке барып аялдамақ. Онда оларды 1000-нан астам халықтың күтіп тұрғаны анық. Біреулер үшін жылжымалы емхана соңғы үміт, ал енді біреулер үшін алғашқы кездесу. Бұл жоба барлығы 5 жылға ғана жоспарланыпты. Бірақ қаншама халық Қазақстан темір жолының денсаулық пойыздарынан әлі де демеу күтіп отыр.